Шілде айының басталысымен Қытайда ыстық күндер басталды. 6 рет давлениенің арқасында бізге жылу келіп жатқандықтан Японияда температура ана жылға қарағанда жоғарырақ. Ал Токай мен Кисюнойцукан региондарында ауа райы жаздай ашық болып қала бермек. Ішкі райондарда күн ысырақ болғанымен, таулы аймақтарда болатын найзағайлар мен күтпеген жаңбырларға дайын болыңыздар. Басқа да жаңалықтарға көшсек, Токийский свастика дейтін бандыға өсіп бара жатқан мәселе. Енді кінәсі адамдарды да соқты. Да ну, шымбани. Сұмдық қой мынау. 6 адам жарақат алды, біреуі ауруханаға жеткізілді. Бірақ та ол адам көп ұзамай қайтыс болды. Сол жердегі танылған адамдар Наото Тачибани секілді 25 жастағы. Наото Тачибана? Сондай-ақ Наото Тачибаниның апасы Хината Тачибани 26 жастағы. Полиция бұл істі тергеуге кірісті. Хината Тачибана? Қарым-қатынас менің өмірімде тек бір рет болды. Хината Тачибанамен. Оның өзі орта мектепте. Міне, енді ол қайтыс болды. Ей, сен үйдесің, мен білем. Иә? Саған қанша рет айтуға болады, теледидардың үнін өшір деп. Кешіріңіз. Ой, не деген жастар мынау. Бір нәрсені қанша рет айтуға болады. Ханагаки Такимичи. Дискаларды қайдарғаннан кейін біз оларды сөреге қоямыз. Мен бір талға рет айттым ғой саған. Шаршадым сенің кешірім сұрағаныңнан. Бля, отстойлы мынау. Ассалаумалейкум ағау. Саған бір нәрсе ұнамай тұр ма? Жо, бара берейін. Чё? Ей, сен не білдірдің? Менің өмірім осындай болады деп ешқашан ойламам. Сибу мен Синагаваға баратын поезд 14-ші жолға келіп тоқтайды. Жеп-жеңіске қабырғалы бар квартирада тұрамын. Бастық менен кіші болса да айқай суға береді. Шеуілді жасаған іске кешірім сұрадым. Бүкіл өмір бойы менде тек бір қыз ғана болды. Бұның өзі орта мектепте. Оған қоса мен әлі бір дәулет істеп көрген жоқпын. Сонда мен өмірімнің қай жерінде сүрінді? Бля! Қалайша? Сол кезде өліге қалған сәтте мен ата-анамды да достарымды да есіме алған жоқпын. Ойымда тек Тачибана Хината болды. Б классында оқитын Тачибанаға Ханагаки ұнайды дейді ғой. Серьезно ма? Неге осы сен болдың? Енді не? Кеше сені басқа кластың балалары іздеді ғой. Сөзді түсінбей отырғандай болмай-ақ қойшы. Тачибана бәрібірде өте танымал. Егер ойланып қарасаң, менің ең жақсы күндерім 7-ші сыныпта болған. Хулиганда группасында мен 2-ші тұрдым. Тек сол кезде менде қыз болды. Бұл сол ғой. Иә, өмір көз алдымнан өтіп жатыр. Поезд Шибуя аялдамасына келді. Өз заттарыңызды ұмытпаңыз. Кешіріңіз. Ей, Такимичи. Немене? Не тұрып қалдың бір орында? Тезетші. Ебаның есімен не алып отырмын? Постоянно оң қолына тыны бермейді Макото. Очки кигеніне ақылды боламын деп ойлаған топас Ямагичи. Біздің атаман Акку. Ал Такуй мен бала кезден төлем. Ямагичи, журналдың соңғы шыққан бөлімін көрдің бе? Иә, көрдім, мықты шыққан. Қарным ашып кетті. Бірдеңе жеп алайықшы. Гамбургер алайық. Менде купон бар. Барлығына жете ме? Жоқ. Онда үндеме. Ча? Жайылған жаға мен кең шалбар түрімен өп кеткен хулиганмын ғой. Бұл мен ғой. Тек оқушы кезіндегі не деген лох едім.
бұл менің ең жақсы күндерім болғанына сенбеймін. Қалтамда не бар? 500 йен мен телефон. Ой, бұл мынау раскладушка ғой, бұрында болды ау. 4 шілде 2005 жыл? Тоқтаңдар, бұл деген 1, 2, 12 жыл бұрын болған ғой. Ей, Такемичи, не болды саған? Өмірім көз алдымнан тым шынайы өтіп жатыр. Не болды, Такемичи? Тек картошка ма? И то кішкентай. Ну, маған әлі пойызға ақша керек. Проблема емес қой. Сенің ағаң Шибуядағы 3-ші мектептің атаманы болған жақсы болды ғой. Чо? 9-шы сынып атылып жатса, оларға Масару туралы айта саламыз. А? Ағам? Масару туралы ма? Тоқтаңдар, Масару бізге қалай көмектеседі? Чөт мен тым түсінбей отырмын. Не болды? Сенің басыңнан ұрған ба? Не айтып отырғаныңды ойлан. Біз төбелесуге барамыз. Иә, Масару айтқан еді ғой. Шибуя 3-ші мектебінің атаманымын деп. Оның мектебіндегі 8-ші сыныптарға соғыс жариялаймыз. Немене? Біз дәл қазір оларды мектебін төбелесуге барамыз ба не? Пацаны, походу олдым ақпай тұр. Такемич, олар бізді әлсіз деп сынап тұр. Сол үшін оларға таяқ жегізу керек деп ойлаймын. Жай ғана әлсіз дейді. Болды ма? Қорқып отырғандай болмаш. Оларға қарсы постоянно айғаймен жүресің ғой. Айғаймен? Такемичи, сен әрқашанда төбелеске дайын отырасың ғой. Капитан, бізді алға бар. Ей, бәрін төктің ғой. Тоқтаңдар, күте тұрыңдар. Барлығы тым жылдан болып бара жатыр. Бірдеңе есімде бар. Біз Масарумен сөйлесуге бардық. Біз мектепке кіруге көмектессін деп. Ей, сендер Шибуяның 3-ші мектебіненсіңдер ме? Қай сыныптансыңдар? Төбелесте. Төбелес? Мен 10 жыл бойы ешкіммен төбелеспедім ғой. Черт, қорқамнан бұтыма сиіп қоймасам болды. Біз 7-ші сыныпта оқимыз. 8 туралы ештеңе білмейміз. 7-ші сынып. Ана жерлерінде жүндерің бар ма өзі? Менің достарым осылайша төбелесуді жақсы көріппеді. Мен олай істей алмаймын. Тоқтай тұр, бұл тек қана көз алдымнан өтіп жатқан өмір емес пе? Қызық екен. 8-ші сыныптар әлі жоқ. Жүрген тек 7 мен 9-дың балалары. Не мынау? Байкот жайралап жүрген шығар. Мүмкін олар біздің келе жатқанымызды біліп қорқып қалған шығар. Мүмкін. Мына парк, есімде. Міне саған. Шибуяның хулигандары екіленген, қалалық пантау өтіп жүрген балалар. Еркелеп кеткен қалалық балалар. Олай емес. Сендер ме 8-ші сыныпты іздеп жүрген? Бұл 9-ші сыныптар. 8-ші сынып экскурсияға кетті. Байкерлік бандадағы 9-ші сыныптар. Шынайы менде хулигандар. Біз сендердің беттерін сындырамыз, сол үшін кезекке тұрыңдар. Сендер 9-шы сыныпсыңдар ғой. Біз сендердің атамандарың Масарумен келісіп қалдық. Масару. Ей, Масару! Не? Бақырмай-ақ қой, естіп тұр. Бар да бізге сушынек алып кел, Масару! Ал ақшаны айтайын. Не? Бетіне әрударым 100-ден ал, давай санап алайық. 1, 2... Жарайды, мен төлеймін. Ей, Такемичи! Есіме түсті. Масару олардың арасында 20 бала болды. Ол тек 1 жылға үлкен болғандықтан мақтанып жүрді. Осыдан кейін не болған есіме түсті.
біз қорқып қана емес, бүкіл мүмкіндіктерімізден айырылдық. Бізді жартылай өлегенге шейін аямай сабады. Кешіріңдер бізді! Сендер жүрген лоқсыңдар. Қайдағы хулигандар атағы сендерге. Енді сендер Токиолық свастика бандасының жүгірме балалары боласыңдар. Ерінбей жұмыс жасаңдар. Ауырады. Қалайсыңдар? Токиолық свастика. Дұрыс. Барлығы осыдан басталды. Біздің тозақтағы күндеріміз, денемізге аяқтарын сүрткен күндер. Барлығымызда проблема болды. Осы үшін мен орта мектеп бітіргеннен кейін қаладан қашып кеттім. Өзім өмір сүріп жұмыс істей бастадым. Бірақ барлығы нашарлай берді. Мен кешірім сұрай бастадым. Кешіріңіз. Бүкіл өмір бойы кешірім сұрадым. Сайтан алғыр. Бұдан жаман ештеңе ойлап та алмайсың. Өмірімнің соңына дейін ең жаман кездерін көріп, Құдайым, мен түсіндім. Бұққа да қажет жоқ өмір сүрдім дегің келе ме? Тачибана, Токиолық свастика. Дәл осылай, Тачибана олардың кесірінен 12 жылдан кейін қайтыс болды. Я, мен түсіндім. Бірақ бұл менің ісім емес қой. Ауыр тұр. Сайтан алғыр. Лаған туралы ешкімге айтушы болмаңдар. Такое, жағдайың қалай? Мен тамақ жей алмаймын. Аузымнан бүкіл жері ауырып тұр. Такимичи. Не болып саған, Такимичи? Кешіңдер, маған басу керек. Ей, қайда баратсың? Тачибанаってどんな顔してたっけ? Мына жер. Тачибана. Таптым! Кім бұл? Бұл сен бе, Ханагаки? Иә. Дауысын әлі де танимын. Ханагаки! Қайтадан төбелескенсің бе? Білесің бе, бұны тоқтату керек. Сен тек ана жұмада ғана жаман төбелеске кірген жоқсың ба? Қалайсың? Ауырып тұрған секілді ғой. Дезинфекция жасамадың ба? Бетің ісіп кетіпті ғой. Пластырь алып келейін бе? Тачибана. Хината. Немене? Мен неге жылап тұрмын? Кешір, жағына келген едім. Мен кете берейін. Ханагаки! Мен жағына сені көргім келді. Өтірік айтпа. Бір нәрсе болды. Сен өз-өзіңе ұқсамай тұрсың, Ханагаки. Чо? Маған айт. Мен сен туралы барлығын білгім келеді.
Мен сенің қызың емеспін бе? Топас. кешір. Шынымен де, ол маған әрдайым ренжіп жүретін еді. Кішкентай болса да батыл. Қайырлы түн. Ертең мектепте көрісерміз. Өмірге қуанышты қош бол деген сөздерін жақсы көретін еді. Алайда, қолымнан келмеді. Не біле бұл? Бұл барлығы емес қой. Бізге өтірік соқпа. Кәне, секір. Айттым ғой тағы бар деп. Не айқай өтеріп? Мына жерде мұңайып отырсам? Тормоз болма. Тезірек шығарса, ей. Тіскен ауыздар жағыңдар. Зайпал шығардыңдар ғой. Үндемей отыру қиын ба? Мен қазір жыным қайнап тұр. Сігіліңдер. Әйтпесе өлтірем. Кешіріңіз бізді. Не болды? Осылай бутылканы тастау қауіпті ғой. Кешір. Көмектескен үшін рахмет. Тыңда, саған осындай адамдар тиісіп жүрсе, доғыңды көрсету керексің. Сені соғатыныңа дайын бол, бірақ артқа шегінбе. Жоқ, толтырып жазбай-ақ қой. Қысқаша бәріне дайын бол. Жай ғана қояншықтырып қорқып қалады. Түсіндім. Батылдық пен төзімділік. Өмірде жетіспеген нәрселер. Сенің атың кім өзі? Тачибана. Тачибана Наото. Немене? Тачибананың інісің ба? Менде үлкен әпкем бар. Баяғыдан айтпайсың ба? Сен не, менің әпкемнің досысың ба? Тачибана Наото. 12 жылдан кейін ол да қайтыс болады. Мен Ханаги Такемичимін. Жай ғана атымды айта берсең болады. Түсіндім, бірақ айтпай-ақ қояйын. Сен өзі әпкең жақсы көресің бе? Не деген сұрақ бұл? Жақсы көрмеймін мен оны. Шын ба? Неге? Неге? Өйткені ол әрдайым бұйрық беріп маңызды болып жүреді. Менің жыныма тиіп жүр. Бірақ бәрібір әпкеңді бағалап жүр. Мен сені әпкеңді қатты жақсы көремін. Басымды жоғалтқанша сені жақсы көремін. Мен бұл туралы тек бүгін ғана есіме түсірдім. Сен менің не қағып отырғанымды түсінбейді отқан шығарсың. Болмай қалғанбайтын әңгіме. Сол күні 2017 жылы мен платформада леске құладым. Мен өміріммен құрысуға дайын болдым. Бірақ кенеттен оқушы кейпінде ояндым. 12 жыл бұрын кейпінде болдым. Бұны қалай атайды? Уақыттан артқа секіру. Дәл солай. Мүмкін мен өте ұзақ түс көріп жатқан болармын. Бірақ білесің бе, мүмкін Құдай маған Тачибананы соңғы рет көруге рұқсат берген шығар. Қалай сонда? 12 жылдан кейін, 1 шілдеде, сенің әпкең қайтыс болады. Сол кезде сен де онымен бірге өлесің. 2017 жылдың 1 шілдесі. Дұрыстап жаттап ал осы күнді Наото. Өз әпкеңді қорға. Жарайды, бәрібір сен мұндайға сенбейсің. Неге бұның бәрі шын болса, болашақты өзгерткім келеді. Менің әлсіздігім сонша, ол туралы тек өлгеннен кейін есіме түскені. Мен өзім соншалықты әлсіз болғаным, өкініш пен дәрменсіздікті сезіндім. Мен барлығын қайтадан бастағым келеді. Мен саған сенемін ал. Жақсы.
О, оянды. Қай жерде? Станциядағы емханада сен платформадан жолдарға құлап түстің. 2017 жылдың 4 шілдесі. Маған бұның бәрі түсінбеді. Тоқтаңдар. Мен мұндайдан кейін қалай тірі қалдым? Үстімде бірде бір жарақат жоқ қой. Маған бұл кісімен бетпе-бет сөйлесуге рұқсат па? Әрине, бұл кісі сені құтқарған. Немене? Бұрыннан көріспедік. Сен кімсің? Тачибана Наото. Сол күні сен менің тағдырымды өзгерттің. Не? Тоқтай тұр, сен өлген жоқсың ба? Сен уақыттан артқа секіруді жасадың. Тірі қалып мені құтқардың, ал мен тірі қалып сені құтқардым. Сен қазіргі уақытты өзгерттің, өткен уақытқа түскеннен. Такемичи, сол 12 жыл бұрын сен маған осы сөздерді айттың. Жақсылап бұл күнде есіңе жаттап ал, Наото. Өз әпкеңді құтқар. Мен тынбай оқып полиция қызметкері болдым. Әпкемді құтқарам деген үмітпен. Сонда Тачибана... Мен Тачибананы құтқардым. Мен өте өкінемін, Такемичи. Әпкем қайтыс болды. Қол ұшым жететін нәрсенің барлығын жасадым. Бірақ бәрібір. Өтінем, көмектесші маған. Сен менің әпкемді құтқара алатыныңды білемін. Мен Тачибананы...